Сәлем достар, қалайсыздар, не істеп жатырсыздар? Бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Бүгін достар, мен өзімнің үйімде көп қолданылатын ең арзан, ең тиімді тәсілін көрсететін боламын. Ол бізге осындай үтік керек болады. Мінекей асты қарайып кетсем, бұл қара киімдерден жұққан дақ. Оны енді басқа неге киімге үтіктейтін болсақ, бұл қара дақтар сол киімге жұғып кетуі мүмкін. Сондықтан осыны тазалаудың ең оңай, ең арзан тәсілін көрсететін боламын сіздерге. Ол үшін бізге керек заттар: асты қарайып кеткен үтік, аспирин дәрісі, бұл көп үйде болады. Ең арзан, ең оңай тәсілі пинцет, қағаз керек болады, маска керек болады. Бұл не үшін? Аспиринді ерткен кезде бұл аспириннің иісі тамағыңызға шығып кетуі, тамағыңызды қышытуы мүмкін. Сондықтан бізге маска керек болады. Менің тиімді тәсілмен бірге болыңыздар. Жұмыс барысында сіздермен бірге көріскенше. Достар, мінекей мына жерден анықтап қарасаңыздар, міне жұмыс барысы бұл бізде. Мына жерде ең алдымен масканы киіп аламыз. Ыстықпен жұмыс істеген кезде өте абай болыңыздар. Ана үтікті қыздырып алған соң аспириннің қышқыл иісі мұрынға келген кезде обязательно маска кию қажет болады. Әйтпесе тамақты жөтелдіруі әбден мүмкін. Соған дайын болыңыздар. Үтікті ең алдымен қыздырып аламыз. Дала өте керемет, жер көк көмек. Осылай әбден қызды. Ал мен енді жұмысқа кірістім. Аспирин дәрісі өзі ерейді, үтікті әбден қыстырсаңыздар. Ол үтікті тоққа қосып, содан кейін сразу істеп кетсеңіздер, ол әйтпесе ермей қалады. Жұмыс барысында маған анашым да көмектесті. Осылайынан біз сияқты пинцетпен істеңіздер. Әйтпесе қолмен істесеңіздер, қолдарыңыз күйіп қалады. Сондықтан абай болыңыздар. Маған тіркеліп лайк басуды да ұмытпаңыздар. Қолмен істеп жатқан кезде де абай болыңыздар. Қолдарыңыз күйіп қалуы мүмкін.
сосын еріген жағдайда сразу сүртіп қойыңыздар. Әйтпесе ол қатып қалып, одан кейін қайтадан істеу керек болады. Сразу еріген жағдайда сүртіп алыңыздар.